Камераны бәрін қосыңыздаршы, камераны бәрін анық түрде. Толық мектеп бар ма мына жерде? Сәкен мектебі бар, Мұхамеджанов мектебі бар, Абай мектебі, Босаға. Жақсы. Елдеріңізді дұрыс қосып алыңыздар. Бәрін нақты, оқушылар бәрі көрінетіндей. Жақсы, онда сабағымызға кірісеміз. Сабағымыз бізде бүгін квадрат үш мүше. Квадрат үш мүшенің енді соған есептер шығару. Сол бойынша не қайда? Сәлеметсіз ба? Қалдарыңыз қалай? Еңлік мұғалім, біз қазір ноутбугымыз қосылмай тұр, пока соткамен қосыла береміз, аға. Мейлі. Жақсы. Қайсы екеуімен қосыла берсеңіздер де бәрібір. Балалар көрініп тұр ма? Просто сізге қазір алыстан көрінетін шығар, қазір ноутбук қосылсын. Дұрыс. Енді толық көрінбесе де жалпы бар. Дұрыс. Қайсысын ыңғайлы, екеуін де қоса беріңіздер, негізінде өзімізде сөйтеміз зуммен балалармен сабақ өткен кезде. Ал сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыз бойынша квадрат үш мүше. Негізгі сабақтың мақсаты үш мүшеден екі мүшенің толық квадратын бөлу, квадрат үш мүшені көбейткіштерге жіктеу. Енді біз квадрат үш мүшені көбейткіште жіктеуді білеміз жалпы. Ал енді үш мүшеден екі мүшенің толық квадратын бөлуді енді бастаймыз бүгінгі сабағымыздан. Негізгі теориялық негіздер бойынша келтірілген квадрат үш мүшесі x квадрат қосу px қосу q түрінде жазылады. Бұл үш мүшенің түбірлері x квадрат қосу px қосу q тең 0 теңдеудің түбірлерімен бірдей болады. Егер x1, x2 сандар квадрат үш мүшенің түбірлері болса, онда x1 мен x2-ның қосындысы екінші мүшеге қарама-қарсы таңбасы бар коэффициентті береді, ал x1 мен x2-ның көбейтіндісі бос мүшені береді екен білеміз. Негізгі формуланы пайдаланамыз, бұл жаңағы берілген көбейткіштегі жіктеу, яғни виет теоремасы. Сабағымыз бір-бірімен байланысты. Босамаса енді жаңағы квадрат берілген ненің толық квадрат айыру тәсіліне мынандай формулалар. Яғни 7-ші сыныпта біз 7 формула өткенбіз. Соған байланысты қосындысының квадраты тең а квадрат қосу нүктелер қосу б квадрат. Сол сияқты айырмасының квадратын аған. Енді осыған жетіспей тұрған екеуінде де қандай не бар? Екінші мүше 2а б бар. Енді осыған мысал келтірейік. Бұл сіздердегі толық квадрат айыру тәсілі. X квадрат алу 10x қосу 25 тең. Бұл енді біздің қысқаша көбейту, жаңа айтып өткен қысқаша көбейту формуласы бойынша бірінші мен екінші мүшесінің айырмасының квадратын береді. Ол берілген бізде ax квадрат қосу bx қосу с, яғни а нөлден өзгеше болған жағдайда толық квадратты бөліп алу үшін мына мысалды алайық. X квадрат алу 6x қосу 5. Енді бірінші қадам бойынша мына бірінші енді тұрған өрнектің квадраты ғой, бірінші өрнектің алу 6x. 6x бізде формулада екі еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі деп алған. Яғни немесе екі еселенген болса, мына 6-ны 2-ге бөлсек, ол 3-ті береді. Ал екінші өрнегіміз осы берілген 3-тің квадраты болады. Яғни ол 9. Соны алып қосамыз немесе және аламыз, сол кезде мынандай өрнек шығады. X квадрат қосу 6x қосу 9, жаңа 9-мыз 3-тің квадраты, алу сол 3-тің квадраты 9 қосу 5. Бізде мынандай өрнек шығады, сонда жақша ашылған x қосу 3-тің жақша жабылған квадраты алу 4 болады. Яғни екі өрнектің қосындысының квадратынан алу 4. Енді осыны нөлге теңестіріп алып, мынадан
x қосу 3 тең 4 деп алып, содан біз надан әрі қарай түбір табуымызға болады. Яғни x қосу 3 тең түбір асты плюс минус түбір асты 4 болады. X қосу 3 тең болады. 4-тен неше шығады? 2 шығады. Соның екі жағдайын қарастырамыз. Бірінші оң, екінші теріс жағдайын қарастырғанда. Яғни олай болса x тең болады. Бір түбірі бірге тең болады. X 2 тең болады. Берілген бойынша минус 4 плюс 3 болады, иә? Сонда x тең болады. 4 минус 3 жаңа бірге тең болады дедік, иә? Сосын 2 минус 3 минус бірге тең болады. Сосын 2 минус 2 минус 3 болады. Сонда минус 5 болады, иә? 2 түбірі болады. Бұл біздің жаңаға толық квадрат айыру тәсілі. Енді осы бойынша қазір білімленттен видео көрейік, тыңдайық. Сол бойынша әрі қарай есеп. Сәкен мектебі, камераны қосыңыздар. Абай мектебі, шықты Абай мектебі дұрыс. Жетіп жатыр екен. Енді. Сәкен мектебі, неңізді, камераңызды қоссаңыз. Қайда? Абай мектебі. Саранчып қосылды, иә. Барлық қосылды. Иә. Дұрыс. Ал енді видеоны тыңдайық. Толық квадратты айыру тәсілі. Мынау квадраттық теңдеу. Егер теңдеудің сол жағы толық квадрат болса, онда оған қысқаша көбейту формуласын қолдануға болады. Квадраты нөлге тең болатын сан тек нөлдің өзі ғана. Бұл квадрат теңдеудің тек бір ғана түбірі бар. Ол минус 1. Бұл x-тен f тең x квадрат қосу 2x қосу 1 квадраттық функцияның графигі. Келесі квадрат теңдеуді қарастырайық. Егер 2 көбейтілген x квадратты теңдеудің сол жағына шығаратын болсақ, теңдеудің оң жағы нөлге тең болады. Теңдеудің екі жағын 2-ге бөлу арқылы теңдеуді ықшамдаймыз. Егер теңдеудің сол жағы толық квадрат екенін байқасақ, онда оған қысқаша көбейту формуласын пайдаланамыз. Квадраты нөлге тең болатын сан тек нөлдің өзі ғана. Бұл квадрат теңдеудің бір ғана түбірі бар. Ол 3. Бұл x-тен f тең x квадрат алынған 6x қосылған 9 квадраттық функцияның графигі. Ал енді толық квадрат айыру тәсілі жаңа қысқаша көбейту формуласын пайдаланғанын көрдіңіздер. Енді бізде берілген теңдеулерді толық квадратымен сәйкестендіру. Яғни мына сол жақтағы берілген теңдеу мен мына жерде жаңа толық квадрат теңдеуді екеуін бір-біріне сәйкестендіру. Қараңыздар, қайсымен қайсы сәйкес келетінін. Қарайық. Енді сосын кейін қазір мен біліп отырсаңыздар жаңағы жазу арқылы дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар, жай шимай қағазға жазып отырыңыздар, сөйтіп есептеуге болады. Бұлай енді кейбір енді ойлауға жаңағы ойдың жүйріктігіне байланысты мысалға. Айтар еді мысалға минус 4x квадрат, наны бұлай қарай шығарамыз, минус 12x минус 9 тең 0. Ойланыңыздар, мынау бір ненікі ғой. Қайсыныкі болады деп ойлайсыздар? Ал қараңыздар. Енді 4x квадрат қайсанның квадраты? Мысалға, 9 қайсанның квадраты? Кән? Мұхаммеджанов мектебі. Айтыңыздар. Кән? 4x квадрат қайсанның квадраты? 2 квадраты. Босаға? Екінші. Ақша 2x қосылады. 3 квадраты тең 0. Біріншіміз
қайсыған не дейсіздер сәйкес? Екіншіге дейсіздер? Дұрыс жақсы, енді айтқаныма қарап отырғанда. Ал одан кейінгі екіншіміз қайсысына қараңыздар. Біріншіге ме? Мынаған? Жақсы. Онда мына екеуі қалды ғой. Жақсы. Ал енді тексерейік. Дұрыс па? Бұл сәйкестендіру сіздерге. Сұрақ бар ма осы жерде? Тамаша. Иә, сәйкестендіру, иә? Жаңағы берілген не бойынша. Жақсы. Мынау енді сәл нелеу, былай айналып келейік. Үшінші жақтығы, қараңыздар. Мына жерде толық квадратты бөліп алу арқылы квадрат теңдеу шешіледі. X квадрат минус 2x плюс 2 тең 0. Толық көрініп тұр ма? Бәрі анық. Аха. Жақсы. Мына не? Қасына келіп түсіріп алыңдаршы. Мына жерден келіп түсіріп алыңдар. Ол енді бәрінен үлкейтуге келмейді ғой. Негізінде. Тұрма, көрінбей тұрма. Бастан үлкейту. Анаудан түсіріп алыңдар. Ал енді x квадрат минус 2x плюс 2. Ал енді мына жерде мына тұрған неге бос орынға қоюымыз керек. Бос орынды толықтыруымыз керек. Не қоямыз мына жерге? Енді ойлаңыз, мына жерде 2 шығады, мына жерде 1 бар. Енді 2-ден 1-ді алсақ не болады? Неше қоюға болады? 2-ден 1. 2-ден 1 алсақ. Ау. Ал енді минус 1 дейсіз ба? Минус жоқ қой бізде, плюс қой. Плюс 1, плюс. Ал әрі қарай есептесеңіздер, қазір қоям. Өйткені сіз минус 1 қойсаңыз, мынау жойылып кетеді ғой. Аха. Жақсы. Енді бұл бізге енді толық квадратқа кетті. Мына жерден кеткен, мына уже 3 мүше. Мына 3 мүше. Енді осының екінші бөлімін айтыңыздар. 1 ме? Тамаша. Иә. Мына жерге неше қоямыз? 1 ме? Ал 1 қоямыз. Мына жерге неше қоямыз? Жаңа неше қоямыз? 1. А мына жерге? Минус 1. Минус 1. Жақсы. Ал мына жерге неше қояйық? Минус 1 тең бола ма? Минус 1-дің түбірі бар ма? 0. А мына жерде түбірі жоқ. Тексерейік. Дұрыс па екен? Міне бізде міне бірінші не бойынша міне мынау қойды, толықтырды, бәрі міне бізде ақыры иксімізде есептеді. Есі түбірі болмады. Жақсы. Жалпы түсті ме? Екіншіге тоқталамай қояйық. Келесі неге көше берейік келесі есепке. Жақсы. Ал енді мынада енді сіздер не істейсіздер? Мына жерде мүмкін мынадан өткенде вет теоремасы бойынша жалпы кейінгі көбейткіштегі жіктеуге өттік сіздерге. Ал көбейткіште жіктеді кейінге. Осы. Соған байланысты өтейік. Қалай болатыны? Ау. Аға, нешін қарамыз? Дұрыс айтасыз, 3. Мына жерде не қалады сонда? 1. Ал енді мына жерден енді меніңше бар ғой, мына екіншіден дискриминант табыңдар. Сіздерге сәл не берейін. Дискриминант таппасаңыздар болмайды мына жерде. Жаңа мына жерде жарайды. Ал дискриминант табыңыздар. Осымызда мына біріншінің коэффициенті бізде неше болып тұр міне? Біріншінің коэффициенті. Мен көрсетіп тұрмын келмей. Неше мынау? 3 болып тұр, иә? Аха. Ал жазып отырыңыздар нені? Есептейміз дискриминантты. Дискриминанттың формуласы қандай еді? b квадрат алу 4ac болады. Жақсы. Ал мынаның біреуі бүтінстан, біреуі не болады? Жайсан болады екен. Ал дискриминант нешеге тең болды? Айта беріңіздер. 1-ге. Енді осы
Иә. Мына жерден ортау мектебі. Шығарыңыздаршы, айтыңыздар. Ортау. Кезектен кеттіңіздерміз. Неше ол дискриминант? Бірге, жарайды. Енді бұның бірге тең болса, дискриминант 10 болса, 0-ден енді 2 түбірі болады ғой. Ал 1 түбірі нешеге тең? Есептейміз енді. Минус 1-ден минус 3-тен. Аха. Болса неше болды жаңа? 3-тен? Осылай ма? Иә, екеуі де минус болғандықтан мынау плюс болады орта. Жақсы. Келесі босаға мектебі. 3-шіге. Жалпы кейінгі мына есептеуден бәрінен дискриминант табасыздар, ертең көмек болсын сіздерге. Иә. Босаға. Дискриминант бұл жерде 16 болады, 16-дан 4-тің квадраты шығады. Жақсы, иә. Осынан да x азайтылған 5-тің 1 дәріж. Ой, 1-тен 5 болады. Дұрыс келсем, 5-тен 1 екен. Дұрыс айттыңыз. Енді бір түбірі бар, айтываңыз. 5-тен 1 болса, екіншің неше болды? 5-тен 1. Қойсыңдаршы, шығады ғой. Ал, жақсы, келесі ең соңғысы, Сәкен мектебі. Танадыңдар ма? Айта беріңіздер. Танадыңдар? Дискриминант нешеге тең? Қай жерге қояйын? Мына жерге ме? Ал қояйын. Ал? 2 қайдан келді, 2 жоқ қой бізде коэффициент. 1 болады. 1, жақсы келсем. Иә. Жарайды. Оның түбірі былай болды. Минус 2 болды. 12. Дұрыс па? Ал, тексерейік өз-өзімізді. Ал, қараңыздар. Көз жүгіртіңіздер. Бұл бізге қажетті, әрі қарай тағы есептеріміз бар шығаратын. Сұрақ бар ма осы есепте? Бар ма? Түсірбаңыздар. Түсірбаңыздар. Түсірболдық па? Ал, ендеше болды, иә? Жақсы, келесіге. Енді осы бойынша енді тест бастайық. Ал, келіңіздер. Ал, мына берілген теңдеулердің қайсысы мына теңдеуге сәйкес келетін тап дейді. Қараңыздар. Өзі бұлай қарабақ анықтауға болады меніңше. Өйткені мына 2 еселенгеннің алды минус болып тұр ғой, сонда қайсысы сәйкес кеп тұр? Мына жерде өзі. Ау. 4-ші, тамаша. Иә, мына бұлай алуға болады. Мына 2 еселенген x квадраттан кейін таңба азайту тұрғандықтан, мына жерде үшеуі қосу болып тұрғандықтан, бірден ала салуға болады меніңше. Түсінікті ма? 2 бөлуге де болады енді ойлау үшін. Жақсы, екінші. Квадрат теңдеу сәйкес келетін теңдеуді табыңыздар. Мұнан енді біз жаңа сіздерге бір мысал көрсеткен, соған байланысты 3 мүшені квадрат, ол квадрат айыру тәсілі. 16, 15 деген. 16, 17. Ана минус 1 ма? Иә. 17 Бар.
X Iya. plus Қате берді. квадраты Болуп тұр ма? тең жеті. Екінші. Иә. Екінші. X плюс 4-тің квадраты тең 17. Плюс қой, иә? Жақсы. Иә. Тамаша, міне, жарайсыздар. Жарайсыздар. Түртіп алып отырмыз ба? Ал. Мынау да сондай. Келесі есебімізде. X Тоғыз. минус Минус тоғыз. Минус тоғызға тек. X плюс үштің квадраты тең 16. X минус 3-тің квадраты тең 16. Мынау ма? Иә. Аха, 16. Ая сол. Түсінікті ма өзі? Қайсыңыз түсінбей жатсыздар, сұраңыздар. Келесі 4-ші. Берілген квадрат теңдеуді толық квадратқа бөліп алу арқылы шығар. Толық квадратқа. Мына жерден ортақ көбейтіш ретінде 2-ге қысқартып жіберуге болады. Иә. Сосын жаңағыдай дискриминант табу керек, бұл 3-ші. Айырмай қойыңыз. Минус 1. Минус 1. Дұрыс, минус 1 болса, Минус 1. Минус 1. Минус бір. Минус 1. Минус 1. жақсы келсем. Аха. Сұрақ. 5-ші. 2х квадрат қосу 2х минус 112 квадрат 3 мүшені көбейткішке жіктеу. Иә, бұл да солай. Жаңағындай. 2-ге қысқартып жіберуге болады. Сосын дискриминант табамыз. Ал ауызша қайсы квадраттаймыз? Бірісінде 2 жақын. Екеуі тұр. Екеуі анық екені анық. Саранжеп қайда? Саранжеп Сана қойыңдар. Не болды? Екеуі плюс болады. Екі плюс болады. 2x минус Екеуі плюс 4 плюс 7 плюс. Үшіншісі. Мынау? Жоқ, үшіншісі. Мынау? Үшіншісі. Енді жарайды, мына 3-шісі деген мектепке мына жерде мына коэффициент жоқ қой. Х квадраттың алдындағы аның коэффициент жоқ қой, мына 3-шіге сәйкес келмейді ғой. Қараңыздар. Осыған ұқсас. Қайсысы? Біріншісі ме, екіншісі? Біріншісі. Өйткені мына жерде ұқсас келеді. Ал, түсінікті ме? Келесі. Аха. Ал енді мына берілген түбірлерді пайдаланып, біз сіздермен квадрат 3 мүше құрастырамыз. Ал. X минус X1, X плюс X2 да жазамыз. Шығарамыз. Дегеніміз Диет теоремасын. Диет теоремасы бойынша үшінші құрастырамыз. Кеше құрастырып. Қайсы болды? X квадрат плюс 3x минус 10. Үшіншісі? Минус 3x болады. X квадрат минус 3x. Минус 10. Плюс емес алу. Қазір, енді сіздермен келесі ары қарай. Минус екеуін қосқан кезде минус қалай? Енді жаңағы шығарған есептерімізге, келесі берілген неге, жаңа мысалдарымызға осы турал бәрін қайталап өттік қой жаңа сіздермен берілген не бойынша. Ал практикалық тапсырмалар бойынша
біз аламыз. Мына есепті айтып өтейін, практикалық тапсырмада мына алымында алып жаңағындай көбейткішке жіктеп аласыз. Дискриминантын тауып, бөлімінде солай дискриминантын тауып, көбейткіш жіктеп аласыңдар. Сөйтіп бөлшектің алымына қоясыздар, бөліміне қоясыздар да бірдей көбейткішті қысқартып жібересіздер. Енді келесі оқулықпен жұмыс есебіміз бар. Оқулықпен келесі босаға мектебі жалғастырсын әріптесім. Алашамыз. Міне 2.175 бетін жазып қойдым, 99 бетте. Нешінші? 99 жүзінші бет. Бұның тақтарын ғана шығарамыз, тақтарын. Бір 2.175-нің бірінші, үшінші, бесінші тақтаға шығамыз, или бір шығарайық. Иә. Ой, жазбайды ғой бізде. Жоқ па ма? Үш мүшеге жіктеп аламыз, иә? Иә. Шығарып болғандарыңыз бар ма? Біз шығарып жатыр балалар. Иә. И онда түбірден алсақ, Есепті шығарған кезде шығару жолын айтып отырса, мынаны былай еттім, сосын түбірі қанша айтсаңыздар. Басқа балаларға да қажетті. Наушение тұрмын. Біріншісінде x минус 4, x минус 2 мен шығар балалар. Айталар. Бірінші жақшы. Бірінші жақшада x плюс 4-ке тең, екінші жақшада x минус 2-ке тең. Дискриминанттар шешті. Екінші жауап дұрыс қой. Минус 4-4-тен 2. Минус 4-тен 2 шықты. Минус 4-2, 4-2 ғой. Біріншісінде. Үшіншісін кән тестес шығарам. Қайсымыз шығарды ғор? Екі тақтаға шығар. Не өшейін деп тұр дедің жаңа? Заряд жатыр ба? Үшіншісін. Салам жатыр.
Ол квадрат шығару дейді. Да? Болдық па? Егер мектептер болсаңыздар, онда жауаптарын айта беріңіздер. Басқа мектептерден 2-3-шіні шығарған оқушы бар болса, айта беріңіздер. Қанша шығатынын. Саранжек мектебі қосыңыз камераңызды. Менікінің камерасына ешем қалды. Мен өзім тұрдым. Анамсыз ба? Ақтілек алып жатыр. Не істедім? Минус 2 қойды. Минус 2 емес па ана жерде? Аха, иә, жақша қалам. Аха. Құдай тауымыз Бұда неше болады? 49 болады, иә? Жоба. Қосу ортасы. Ой, мен қайтып. Слайдым қайда. Оны неге жазды? Қазір енді әріптестер кешіресіздер, уақыт тамамдап қалды, сабаққа қорытынды жасайық. Қазір сіздерде әлі 5 минуттай уақыт бар ғой соңында. Не жасаңыз сабаққа қорытынды жасайық. Міне, рефлексия сабақты қорытындылау. Жасай беріңіз әрғай осын. Ал не түсінді? Бүгінгі сабақта білдім, үйрендім, таныстым сияқты тексерістер толықтырды. Жауап беріңіз, кім бүгінгі сабаққа кім не түсінді? Білдім, үйрендім, таныстым, кім? Жауап береміз, тез-тез. Кім? Нұргелді, Нұрлыбек. Не түсіндің, айтсайшы? Басқа мектептен де сұрауға болады, мектептің оқушыларынан да. Кез келген мектеп жауап берулеріңізге болады ма? Бүгін сабақта не білдім, не үйрендім, немен таныстым. Иә, дұрыс. Сосын қандай балдық жүйеге Мүшені табуды үйрендім. Үш мүшені ажыратуды үйрендік. Иә,